Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 100 сабақ дара және күрделі зат есім. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Сонымен қатар сұрақтар туындап, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып сұрай берсеңіздер болады. Дара және күрделі зат есім. Біз бұл тақырыптан дара және күрделі зат есімдерді ажырата алуды үйренеміз. 68-ші жаттығу. Суреттердің көмегімен ертегіні құрастырып көр. Ертегіні бірде аң патшасы арыстан ормандағы аңдарды жинап алыпты. Оларға үлкен жарыс өтетіндігін хабарлап, жарыстың талаптарын түсіндіріпті деген сөйлемдерден баста. Жарысқа қандай аңдар қатысты? Мәреге олардың қайсысы бұрын жетті деп ойлайсың? Аң атауларын дара және күрделі зат есімдерге ажырат. Ал ең бірінші ертегі құрастырып көрейік. Ертегінің аты Саршұнақтың жеңісі деп қояйық. Бірде аң патшасы арыстан орман тұрғындарын жинап, бүгін үлкен жарыс өтеді. Ең жылдам және шыдамды аңды анықтаймыз деп хабарлайды. Жарысқа түйеқұс, жолбарыс, саршұнақ және мүйізтұмсық қатысады. Жарыс басталды. Барлығы мәреге қарай ұмтылды. Жолбарыс күшті және жүйрік болғанымен көп күш жұмсап тез шаршай бастады. Мүйізтұмсық ауыр болғандықтан артта қалып қойды. Түйеқұс ұзын аяқтарымен алға шықты, бірақ бір кезде шаршап демалуға тоқтады. Ал кішкентай саршұнақ болса ақылды еді. Ол басында тым жылдам жүгірмей күшін сақтап отырды. Соңғы айналымда бар күшімен жүгіріп, бәрін басып озып бірінші болып мәреге жетті. Арыстан жеңімпазды жариялады. Кішкентай болса да ақылды әрі жылдам. Жарыстың жеңімпазы саршұнақ. Барлық аңдар оны құттықтап, ақыл мен төзімділіктің маңызын түсінді. Жарысқа қатысқан аңдар түйеқұс, жолбарыс, саршұнақ және мүйізтұмсық. Ал күрделі зат есімдер түйеқұс, жолбарыс, саршұнақ, мүйізтұмсық. Келесі 69-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына күрделі зат есімдерді тауып жаз. Бірінші аңдар: мүйізтұмсық, жолбарыс. Екінші құстар: тоқылдақ, қараторғай. Үшінші өсімдіктер: итмұрын, тасжарған. Төртінші жер су атаулары: Баянауыл, Қызылорда. Келесі 70-ші жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Құстардың ең ірісі түйеқұс. Оның биіктігі 2 метрден асады. Аяғы 2 саусақты, қанаты қысқа. Мәтіннен зат есімдерді тап, олардың дара немесе күрделі екенін айт. Мәтіндегі зат есімдер: құстар бұл дара зат есім, түйеқұс күрделі зат есім, аяғы, саусақ және қанаты бұлар бізде дара зат есімдер болып саналады. Келесі 71-ші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Асықта бол жүлделі, сұрап тұрсаң білгелі. Хан талапай, үш табан, асық ойын түрлері. Дара зат есімнің астын бір сызықпен, күрделі зат есімнің астын 2 сызықпен сыз. Мәтіндегі зат есімдер: асық, ойын, хан талапай, үш табан. Асық, ойын сөздері дара зат есімдер, ал хан талапай, үш табан сөздері күрделі зат есімдер болып саналады. Келесі шығармашылық үзіліс. 72-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, санамақты оқы. Санамақтағы зат есімдерді ата. 1 дегенім білім, 2 дегенім елім, 3 дегенім үкі, 4 дегенім түлкі, 5 дегенім балта, 6 дегенім алқа, 7 дегенім желке, 8 дегенім серке, 9 дегенім тарақ, 10 дегенім орақ, 11 қара жұмбақ. Зат есімдер: білім, елім, үкі, түлкі, балта, алқа, желке, серке, тарақ және орақ. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, соңына дейін қарап,
лайк басып, комментарий жазып, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаймыз. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтар туындаса, комментарийға жазып сұрай берсеңіздер болады. Мен міндетті түрде барлықтарыңызға жауап беретін боламын.